Сәлеметсіздер ме? Сіздің алдыңызда мен бірнеше күн бойы жасаған жоба. Мен қазір сіздерге бәрін толығырақ айтып беремін, ал егер де сұрақтарыңыз болса, соңында қоя аласыздар. Ең алдымен неге жұлдыз? Менің дизайндағы жұлдыз бірнеше маңызды идеяны білдіреді. Біріншісі армандар мен үміт. Жұлдыз армандар мен тілектерді білдіреді. Жамал бостандық пен бақытты армандайды, бірақ оның армандары орындалмайды. Жұлдыз осы үміттерді, бірақ қол жетпейтін мақсаттарды көрсетеді. Келесі жалғыздық. Жұлдыз сондай-ақ жалғыздықты бейнелейді. Жамал өз армандары мен сүйіспеншілігіне қарамастан жалғыз қалады. Ол жоғарыдағы жұлдыз сияқты бәрінен де алыста. Қараңғыда жарық. Жамалдың ішкі жарығы оның бостандыққа деген арманы. Жұлдыз осы жарықты тіпті қиын жағдайларда да үміттің бір сәулесі бар екенін білдіреді. Әйелдер күшінің символы. Жұлдыз Жамал сияқты сол кезіндегі әйелдерді көрсетеді. Олардың армандары көбінесе орындалмаса да, олар бостандық пен жақсы өмір үшін күресуді жалғастырады. Жұлдыз романдағы негізгі идеялары армандар, жалғыздық және әділсіздікке қарсы күрес жеткізуге көмектеседі. Келесі. Бақытсыз Жамал. 1910 жылы қазақ әдебиетінде алғашқы әлеуметтік психологиялық роман. Оның авторы Міржақып Дулатұлы. Роман әйелдерінің қоғамдағы орны мен тағдыры туралы терең ой қозғайды. Кітап қазақ қоғамындағы әйел теңсіздігі мен еркіндікті аңсау мәселелерін көтереді. Келесі. Міржақып Дулатұлы туралы деректер. Міржақып Дулатұлы Алаш қозғалысының белсенді мүшесі және қазақ әдебиетінің реформаторы болған. Ол қазақ тілінде алғаш рет роман жазып, жаңа жанрды қалыптастырды. Дулатовтың шығармашылығы 20 ғасырдың басындағы қазақ халқының күрделі әлеуметтік жағдайын терең көрсетті. Келесі бұл бізде романның ерекшеліктері. Жамалдың бейнесі. Жамал бостандықты, білімді, еркіндікті аңсаған қазақ қыздарының символы. Салт-дәстүрге сын, жас қыздарды ата-анасының еркінсіз ұзатуы, әйелдің тағдырына ер адамдардың ықпал етуі сынға алынады. Сүйіспеншілік пен әділетсіздік. Романда Жамал мен Ғали арасындағы махаббат трагедиямен аяқталады. Бұл сол заманның әділетсіздігін бейнелейді. Келесі бұл Міржақып Дулатұлы туралы қызықты фактілер. Роман сол кездегі қоғамдық сынға үлкен әсер етті. Кейбіреулер бұл шығарманы қолдаса, ал басқалары оны сынға алды. Бақытсыз Жамал бірнеше рет әртүрлі әріптерде қайта жазылып шыққан. Ол араб, латын және де кириллица. Бұл роман көптеген кейінгі қазақ әдебиетінің шығармаларына ықпал етті. Келесі, осы шығармаға сай осындай цитаталарды қолдануға болады. Жас жүректерін махаббат оты шарпып, өз еріксіз айырылған екі ғашықтың халін ойлағанда, тас жүрек адамның көзіне жас алмасқа шара жоқ. Бұл цитата Жамал мен Ғалидің трагедиясының қаншалықты ауыр болғанын және адамның жүрегіне қаншалықты әсер еткенін көрсетеді. Екінші цитата: бақытсыз әйелдің бостандығы халді кім көрсе де жүрегі езіледі. Мұнда автор әйелдердің тағдырының әділсіздігін сипаттайды. Ал енді, және де жұлдыздың дәл ортасында осы шығармаға сай цитата орналасқан. Біріншісі бұл арман мен тағдыр, бақытсыздық пен еркіндік, жұлдыз сияқты жоғалған арман, бақытсыз әйелдің басындағы халді кім көрсе де жүрегі езіледі. Және де қоғам және әйел. Келесі, бұл менің сіздерге бір сұрағым бар. Қалай ойлайсыздар, қазіргі қоғамда әйелдердің теңдігі қамтамасыз етіледі ме? Әрине, өйткені бұрынғы заманда әйелдер үйде отырған, ал қазіргі заманда әйелдерге жұмыс істеуге, өз ақысын табуға еркіндік бар. Енді мен өзімнің позициямды айтып кетемін. Әйелдердің теңдігі толық қамтамасыз етіледі деп айту қиын. Соңғы жылдары көп өзгерістер болды. Білім алу, жұмыс істеу және саясатқа қатысу құқықтары берілді. Бірақ кейбір мәселелер әлі де бар. Әлеуметтік стереотиптер. Кейбір қоғамдарда әйелдер тек ана, үй шаруашылығы адам болу керек деп саналады. Келесі бұл жалақы айырмашылығы. Көптеген жерлерде әйелдер ерлермен бірге жұмысты істесе де аз жалақы алады. Зорлық-зомбылық пен кемсітушілік.
кемсітушілік. Әйелдер тұрмыстық зорлық-зомбылыққа, жұмыс орындары кемсітушілікке жиі ұшырады. Басқыншылықтағы әйелдер әлі де саясатта немесе жоғарғы лауазымдарда аз кездеседі. Соған қарамастан әйелдердің құқығын қорғау жолында көп жұмыс жасалып жатыр. Бүгінгі күні әйелдер көшбасшы, ғалым және қоғам қайраткерінде көп танылады. Ретінде көп танылуда. Бұл мәселені шешу үшін қоғам болып бірге әрекет ету маңызды. Осымен менің жобам аяқталды. Назарларыңызға рахмет.